Сәлем достар, 안녕하세요 여러분. Бүгін мен сіздерге күшті жаңалық айтайын деп жатырмын. Мен сіздерге алдында айтқан болатынмын, негізі челлендж бастаймын деп. Негізі ол челлендж өзім үшін болатын. Просто сіздерге қалай мен 3 айдың көлемінде результат көруге бола ма, бір тілді үйреніп, результатқа шығуға бола ма дейтін мақсатта, яғни сіздерге мотивация болу мақсатында мен челлендж ұйымдастырған болатынмын. Бүгін соның бірінші күні. Сосын сіздерге керемет жаңалық айтқым келіп тұр. Енді дәл мен сияқты мысалы корей тілін үйренгісі келіп жүрген адамдар да бар, дұрыс па? Жоқ емес, бар. Чтобы тезірек үйренсем, тезірек сөйлеп кетсем екен, көшеде біреу сөйлеп жатса или кино көріп жатқанда соларды түсінсем екен дейтін қыздар да жігіттер міндетті түрде кездеседі. Жоқ емес, сондықтан да егер дәл сондай адамдар болса, онда менің челленджіме қатыссаңыздар болады. 3 айға 10-ақ мың теңге, ол деген вообще тегін деп айтсам да болады, соншалықты білімге 10 000 теңге. Сондықтан егер қатысам дейтін адамдар болса, қатыссаңыздар болады. Мен именно осы видеоға номерімді қалдырып кетемін. Міндетті түрде түсінбейтін жерлеріңіз болсын, немесе оқи алмайтын жерлеріңіз болса, любой время жазып қойсаңыздар, мен міндетті түрде сіздерге ответ беремін, яғни үйретемін, қолымнан келгенше үйретемін барлығын, сіздерге жазып жіберемін барлығын, қалай болады, қалай оқисыз, түсінбеген жерлеріңіз барлығын түсіндіретін боламын. Тағы да бір жаңалық, егер менің челленджіме қатысқан жағдайда, менің барлық видеоға тапсырмаларды салып отырамын ғой, сол видеоларға тапсырмаларды салғанда менімен бірдей 100% орындаған адамды мен өзіммен бірге саяхатқа алып кетемін, шығынның барлығын өзім төлейтін боламын. Сондықтан да бұл челленджге қатысыңыздар, өкінбейсіздер, міндетті түрде білім өзіңізде қалады. Одан бөлек сыйлыққа да ие болуыңыз әбден мүмкін. Барлығы негізі өзіңізге байланысты. Сондықтан да егер қатысам дейтіндер болса, мен номерімді қалдырып кетемін. Сода Каспиде бар, и сол жерге WhatsApp-қа маған полный сұрақтарыңызды қойып жаза аласыздар. Сол жерден сұраққа жауаптарыңызды ала аласыздар. барлықтарыңызға сәттілік. бүгінгі бірінші күн челленджімізді бастаймыз. 안녕하세요, 여러분. 샤클레입니다. 저는 카자흐스탄에서 온 외국인데 한국어를 정말 아주 많이 좋아해요. 그래서 제가 3개월 안에 한국어를 얼마나 배울 수 있는지 직접 실험해 보려고 합니다. 매일 3시간씩 공부하면 정말 빨리 배울 수 있는지 보여드릴게요. 오늘이 첫날입니다. 재미있을 것 같으면 구독과 좋아요 눌러주세요. 함께 해주시면 정말 힘이 됩니다. 제가 한국에 온 지 3년이 됐어요. 하지만 바로 임신하고 출산을 해서 집에만 있게 됐습니다. 우리 아기가 이제 2살이 됐고, 이제는 제가 정말 빨리 배우고 한국어를 잘하고 싶다는 마음이 더 커졌어요. 솔직히 아직 한국어를 잘한다고 생각하지는 않지만 정말 잘 말하고 매일 노력하고 있어요. 앞으로 더 열심히 배워서 한국에서 당당하게 이야기할 수 있는 사람이고 싶습니다. 감사합니다. Достар, енді мен қазір сіздерге алғашқы тапсырмаларды көрсетемін. Сол тапсырмаларды менде, сізде жаттаймыз. Яғни оны мысалы өзіңізге бір күнде конкретно план қойыңыз. Мысалы мен бүгін осы тапсырмалардың барлығын 50 рет қайталаймын, немесе 100 рет қайталаймын деген сияқты. Негізі барлық тез үйренудің барлығы қайталаудан келеді. Қайталамасаңыз сіз ешқандай нәрсені үйрене алмайсыз. Сондықтан міндетті түрде қайталау бұл бірінші орында, любой нәрсені үйренгенде, жаттағанда. Сондықтан өзіңізге план қоясыз. Сонымен бүгін бізге Кореядан 100%, яғни 100% бізге күнделікті қолданатын сөздіктерге біз сөйлемдер құрастырамыз. Мысалы, мен шахлоумын, мен мұғаліммін дейтін сияқты, соның имнида деген сөзге 10 сөздік құрастырамыз. Одан кейін мен мысалы бір нәрсені істегім келеді, немесе мен жақсы көремін, менде бар, менде жоқ, менде барғым келеді, мен үйреніп жүрмін. Үйреніп жүрудің себебі бар. Мысалы, сіз корей тілін не үшін үйреніп жатырсыз? Мысалы, Кореяға барғыңыз келуі мүмкін, немесе бір корея киноларын көргенде түсінгіңіз келуі мүмкін, немесе переводчик болуыңыз мүмкін. Әр адамның өзінің бір арманы болады корей тілін үйренген кезде. Сондықтан себебін міндетті түрде жазамыз. Одан соң мен ойлаймын. Мысалы, сіз бір нәрсені ойлайсыз, сол сияқты ойлайсыз, сосын көмектесіңізші деген сияқты. Дәл осы сөздерге 10 сөйлемдерге 10 сөйлемдерді құрастырамыз. Оның барлығын сіздерге 10 сөйлемді мен құрастырып беремін. Сіздердің мақсаттарыңыз тек қана жаттап үйреніп алу, и все. Екінші тапсырма бұл бізде 50 сөздікті жаттау. Негізі 50 сөздік жаттамай үйрену деген, негізі көбінесе айтып жатады, негізі сөздіктерді қанша көп жаттасаңыз өзіңізге сонша жақсы. Өйткені сөз қорыңыз көбейген сайын сізде оңай сөйлеу уже дағдысы басталады. Окей, 50 сөз, ең керекті, ең оңай 50 сөзді жазамыз, жаттаймыз. Одан соң бізде кішігірім текст болады. Сол текстті біз оқып үйренеміз, одан соң жаттаймыз. Яғни біз оны қарамай айтуымыз керек болады. Яғни осы тапсырмалардың барлығын қарамай айту керек болады.
қарамай айтқанда қалай, мысалы мен сіздерге қазақшасын айтамын, сіздер соның қарамай кәрісшесін айту керек болады. Немесе өзіңіз дайындалған кезде, үй жұмысына дайындалған кезде сіз өзіңіз тек қана қазақшасына дәптерге жазып аласыз, одан соң сіз соның барлығын кәрісше айтып шығасыз. солай жаттап. 저는 엄마입니다. 저는 학생입니다. 저는 한국에 사는 사람입니다. 저는 카자흐스탄 사람입니다. 저는 조부입니다. 저는 모델입니다. 저는 선생님입니다. 저는 사업가입니다. 저는 유튜버입니다. 저는 내 아이의 엄마입니다. 여행하고 싶어요. 돈 벌고 싶어요. 일하고 싶어요. 쉬고 싶어요. 요리하고 싶어요. 쇼핑하고 싶어요. 운동하고 싶어요. 책 읽고 싶어요. 주고 싶어요. 한국에 좋아요. 운동 좋아요. 쇼핑 좋아요. 음악 좋아요. 강아지 좋아요. 영화 좋아요. 친구 만나는 좋아요. 저는 시간이 있어요. 저는 돈이 있어요. 저는 아이가 있어요. 저는 곰이 있어요. 저는 계획이 있어요. 저는 집이 있어요. 저는 친구가 있어요. 저는 시간이 있어요. 저는 약속이 있어요. 저는 시간이 없어요. 저는 돈이 없어요. 저는 친구가 없어요. 저는 계획이 없어요. 저는 집이 없어요. 저는 차가 없어요. 저는 시간이 없어요. 저는 힘이 없어요. 저는 고민이 없어요. 한국에 가고 싶어요. 서울에 가고 싶어요. 시장에 가고 싶어요. 병원에 가고 싶어요. 집에 가고 싶어요. 친구 집에 가고 싶어요. 학원에 가고 싶어요. 바다에 가고 싶어요.